Пайғамбарымыздың сүт анасына табысталуы. Сұлтанымен қауышқан әлем шат-шадыман. Пенде атаулының көңілдеріне нұр себетін толғаның өз панасында болған үшін Арабстанның қуанышы да шексіз. Жалғанда жалғыз рет болатын ғажайып оқиғаның куәсі болған Мекке мерекелік көңіл күйді. Әзірет Аминаның да көңілі жайланған. Торсық шеке ұлына қарап, жан-жарының қайғысын бір сәтке болса да ұмытқан. Болашаққа деген үміті арта түскен. Бақыттан бас айналған. Алайда Амина ана дара туған сәбиін бір аптадай ғана емізді. Арабтардың ежелден қалыптасқан әдеті бойынша нәресте сүт анаға табысталуы керек. Мұхаммедтің оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, жақын туысы Әбу Лахабтың күңі Суайба осындай игі құрметке ие болды. Суайба ханым бұрын Хазірет Хамзаны да емізген. Пайғамбарымыздың Хамзамен емшектес бауыр атануына себеп болған құрметті ана. Өзіне зәредей болса да жақсылық жасағанды ешқашан ұмытпайтын, қайтарымсыз қалдырмайтын. Парыз бен қарызды тереңнен пайымдай білетін пайғамбарымыз бірнеше апта бауырына салған сүт анасы Суайбаны өмір бойында назарынан тыс қалдырған емес. Жиі-жиі барып, жағдайын сұрап, көрген жерде ілтипат көрсетіп, сый-сияпат жасаған. Міне, әлемнің мақтаны, пайғамбарымыз қалыптастырған үлгілі мінез құлықтың негізі көргенділік еді. Опасыздық, сатқындық атаулының ауылы оның пәк өмірінен алыс болатын. Пайғамбар мінез құлқын үнемі үлгіткен оның зайыбы Хадиша да Суайбаны сатып алып, күңдіктен құтқарғысы келсе де, Әбу Лахаб келіспей-ақ қойған. Арада көп жыл өткенде Мұхаммедтің оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, Мәдинаға хижретінен соң ғана Әбу Лахаб Суайбаны өзі азат еткен. Әбу Лахаб пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, әкесінің туған бауыры. Өмір бойы пұтқа табынумен өткен ол, қартайған шағында да інісі Мұхаммедтің оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, дініне мойын ұсынбаған. Тіпті ең мықты дұшпанына айналған. Сондықтан да Алланың лағнетіне душар болып, күңі Суайбаның тырнағына татырлық сауап жинай алмаған. Әбу Лахаб қайтыс болғаннан кейін оны біреу түсінде көреді. Жаһаннамның отына күйіп, жан даусымен ышқынған одан не болды, қалың қалай деп сұрайды. Сонда Әбу Лахаб, мұндағы өмірімді ешкімнің басына бермесін. Аптапқа күйіп, таңдайым кеуіп өліп барам. Суайбаны күңдіктен азат еткенім үшін, ол да Мұхаммедтің сүт анасы болғандықтан ғана аңқамды кептірген шөлден аздап құтылғандай болдым депті. Оқиға расында да ғибрат аларлық. Ғұмыр бойы Мұхаммед пайғамбарға оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, жамандық ойлап, тосқауыл қоюмен болған Әбу Лахаб сынды азулы ислам дұшпаны пайғамбардың сүт анасын азат еткен үшін Алла рақымына бөленген, тозақтағы азабы жеңілдеген. Демек, Алла тағала сүйікті құлының өзіне тікелей емес, оған қызмет еткендерге жасалған жақсылықтың да қайтарымын береді деген сөз. Олай болса, жалған дүниеде болмыстың сұлтаны Мұхаммедті оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, жол бастаушы деп біліп, оның сүннеттерін орындауға ұмтылған мұсылмандарды қандай сый-сияпат күтіп тұрғанын айтуға тіл жетпейді. Шарананы сүт анаға беру салты. Меккенің ауа райы өте ыстық, жыл бойы шіліңгір аптап шыжып тұратын. Тыныс тарылтатын қала ауасы әсіресе жаңа туған сәбилер үшін қолайсыздау, ал даланың ауасы да, суы да әлде қайда таза. Сахараны мекендейтін кейбір тайпалардың тілдері де тазалығын жоймаған, адамгершілік тұрғысынан да өзгелерден жоғары тұратын. Осы себептерге байланысты сол дәуірде Құрайш ұрпағының денсаулығы мықты, тілі жатық, тәрбиелі болып өсу үшін Меккеден ұзақтау шөл даланы жайлаған кейбір рулардың әйелдеріне балаларын беріп, ақы төлеп, емізуді әдетке айналдырған. Кейде бала сәби шағынан бастап, ер жеткенше сүт анасының қасында қалатын. Жайлауды жайлайтын көптеген тайпа әйелдері Меккеден бала алып емізуді күнкөріс көзіне айналдырған. Әсіресе Сағат ибн Бәкір тайпасының әйелдері жылына бірнеше рет топ-тобымен Меккеге келіп, үй-үйді жағалап, емізетін бала іздейтін. Сағат ибн Бәкір тайпасы адамгершілігімен, ата салтты қадір тұтып, ана тілінің қастерлеуімен ерекшеленетін. Сондықтан Құрайштықтар көбінесе жаңа туған балаларын осы тайпаға аманат ететін.
Кішкентай кезінде Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам Суайба есімді әйел емізіп жүрген тұста сақ дәулетінің басына қара бұлт үйіріліп, бұрын соңды болмаған құрғақшылықтан халық әбден қиналады. Құрғақшылықтың салдарынан елді жұт жайлап, тайпа халқы бейшара халге түседі. Азық-түлік таусылып, мал азып, сүт қат дүниеге айналған. Қиындықтан шығудың амалын қарастырған Сағат ибн Бәкірліктердің әйелдері жиналып, емізетін бала іздеп, соның ақысына жүрек жалғар азық алма қоймен Меккеге келеді. Келгендердің бәрі бір-бір сәбиді құшақтап, қуанып еліне қайтады. Жоқшылықтың зардабын тартқандар болса керек, кішкентай Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам жетім болған үшін ешкімнің алғысы келмейді. Бәрінің ойы жетімнен түсер пайда аз, көмек те болмашы. Меккеге жолдастарынан кешеуілдеп қалып, соңынан келген Халима есімді әйел күйеуі екеуі арық есектеріне кезек мініп, әрең жеткенде емізерге бала қалмағанын көріп қатты қынжылады. Басқа елдер ауқатты отбасылардың нәрестелерін құшақтап, мәре-сәре боп, үйлеріне қайтқан шақта байсалды да салиқалы жүрегі мейірімге толы Халима Алланың өзіне бұйыртқанынан бейхабар күйде уайымға шомып, қала көшелерін оңды-солды кезеді. Ұяңдық пен ибалылық есетін жүзінен шарасыздық аңғарылады. Әрлі-берлі амалсыз аяңдап жүрген оған алдынан жылы жүзді қария кездесе кетеді. Бұл пайғамбарымыздың атасы Әбділмүтәліп еді. Бір көргеннен-ақ олар бір-бірінің дертіне дәрмен болардай жанарларымен ұғысты. Бірінші болып сөзге тартқан Әбділмүтәліп: "Сен қайдан келдің?" деді. "Сағыт тайпасынанмын. Атың кім?" "Халима." "Ғажап, не деген үйлесімділік. Сағыт пен хилім қосылса, дүниенің хайыр берекеті де, ақыреттің ізет құрметі де сонда болмақ" деп күрсінді де: "Ей Халима, менің бір жетім немерем бар. Келген әйелдердің ешбірі оны алғысы келмеді. Саған аманат етейін. Бәлкім шарананың құрметіне, бақытқа, берекетке кенелерсің" деді. Халима күтпеген ұсынысқа әудегінде күмәндана қарады. Бірақ аулына бос қайтқысы да келмеген. Сондықтан іштей ұсынысты қабылдаса да күйеуімен ақылдаспақшы. Болған жайтты жолдасына баяндап болып: "Мұнан басқа бала да жоқ. Неге екенін қайдам, жетім болса да бүйрегім осы балаға бұрып тұр, алайық" деді. Харис қашанғы салмақтылығына салып: "Жетімнің де өз нәсібі бар. Құдай деген жанбыз ғой. Алсақ алайық" деп келісе кетті. Екеуі Әбділмүтәліпке келіп келіскендіктерін айтады. Әбділмүтәліп Халиманы нұрлыдар сырлы Әминаның қарапайым лашығына ертіп әкеледі. Халима сәбидің жанына келгенде өн бойы нұрға толы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның биязы жүннен тоқылған құндақта оралған күйі, жасыл көрпешенің үстінде ештеңеден бейхабар, тәтті ұйқы құшағында жатқанын көреді. Бөлме ішін жайлаған сәбидің хош иісін сезбеу мүмкін емес. Халима бір көргеннен балаға іш тартып, қуанышын тілмен жеткізе алмады. Емізетін нәресте таппай қиналып тұрғанда аяқ астынан мынандай сәбиге ие болу неткен бақыт. Халима шыдай алмай, баланың қасына жақын барып, көрпенің шетін жай ғана көтеріп, мақтадан, мамық сүттен ақ, гүл иісті қолынан, маңдайынан аналық мейірімен иіскеп сүйді. Сол сәтте сәби көзін ашып, Халимаға қарап күлімсіреді. Екі жақ келіскендей болды. Бірі емізетін нәресте табалмай мұңайған ана, екіншісі ешкімнің алғысы келмеген нұр жетім. Сөйтіп, тағдырлар тоғысты. Нұр жетім пайғамбарымыз, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, Халиманың құшағында. Қанша күннен бері суалып, бір тамшы сүт тамбаған омырау сәби еме бастағаннан ақ тырсылдап толды. Халиманың да күйеуі Харистің да таңданысында шек жоқ. Халима ана мұнан бұлай оң жағымен Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам, сол жағымен өз ұлы Абдулланы емізбек. Халима нұр жетімді құшағына алған күйі атасымен, анасымен қоштасып жолға шықты. Әмина ана сәбиінен жылай-жылай айырылып, Халимаға қайта-қайта тапсырды. Жолай ерлі-зайыптылар бір жерде түнейді. Таң алагеуімде Харис түйелерін саууға барады. Ғажапқа қараңыз, інгендердің бәрінің желіне тырсылдап, сүт шүмекті бағып тұрды. Қуанғаннан Халимаға: "Сен алған нәрестенің мүбәрәк хайырлы екендігіне шүбәм қалмады" деп дауыстайды. Халима да оны қостап: "Менің де үмітім мол" деді.
Мекке артта қалған. Халима баяғы кәрі есегіне мініп, құшағына сүт баласын алды. Есек алды-артына қарамай желе жөнелді. Жылдамдығында шек жоқ. Тіпті өзінен күн ілгері жолға шыққан әйелдерді қуып жетіп, басып озған сәтте артта қалғандар: «Ей, Халима, саған не болған? Бізді неге тастап барасың? Есегіңді ауыстырғансың-ау сірә», деп шуылдасып қала берді. Есек бәз баяғы есек болатын. Тек айырмашылығы оның үстінде дүниенің сұлтаны кетіп бара жатқанды. Осынау игі құрметке ие болған жануар да ескі аяңын ұмытқан. Халима жолдастарына бұрылып: «Бұл сырды өзімді ұқпай келемін. Не де болса жақсылықтың бары рас», деді. Алайда төп әйелден бірде-біреу мәселенің астарын ұға қоймады. Мұның бәрі нұр жүзді нәрестенің келешектің пайғамбары екендігінің белгілері еді. Жолда осынай түсініксіз жайттарды бастарынан кешірген Халима мен Харис ауылдарына келіп жетеді. Сол күннен бастап болашақ ғаламның рақым пайғамбары сақ дәулетінің ауылын мекендей бастайды. Ауылдың азғын ахуалын тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Қайда қарасаң да көретінің құрғақшылық, құнары қашқан топырақ, аштан бұратылған халық, көтерем мал, суы тартылған құдық. Тек бір ғана шаңырақтың берекеті асып төгіліп жатты. Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам әкелген күннен бастап Харистің дастарханы нанға, өрісі малға толды. Жануарлары жайылымнан желіндері жер сызып қайтатын. Отбасының көңілі тоқ, уайымы жоқ. Өзгенің малы оттауға шөп таба алмай ыңыршаға айналып тұрса, бұлардікі күннен күнге семіріп барады. Мұны көрген көрші көлем бақташыларын қарғап сіледі. «Елдің малы семіздіктен жарылғалы тұр. Солардың барған жеріне қарай айдасан қайтеді. Жоқ дей бергеннен бірдеңе шыға ма?» Таңның атысы, күннің батысы, еңбектенгендіктеріне қарамастан, бақташылардың да еңбегі еш тұзы сор. Қожайындарына қалай түсіндірсе де, ештеңе шықпайтынын ұққан олар үндемей құтылуды жөн санайды. Алайда шопандар да, қожылар да Харистің малдарындағы өзгешелікті түсіне алмай әлек. Әлбетте, мәселенің астарында көпке беймәлім сыр барды. Бұл себеп әзірге Халима мен оның күйеуінен басқаға жұмбақ. Келіп сұрағандарға Халима: «Мұның өріске де шөпке де еш қатысы жоқ. Береке Меккеден қайтқан шақта басталды. Бұл да ұлы Раббымның бергені болар. Біз бергеніңе береке деумен өмір сүріп жатқан жандарымыз», деп қана қоятын. Бақташылар оның айтқандарынан ештеңе түсінбеді. Дегенмен таңданыстары орын деді. Барша әлемдердің иесі Алла тағала өзінің ең сүйікті пендесі Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам бауырларына басып, ақ сүтін емізген үшін Халиманың үйіне береке, көңілдеріне мереке сыйлаған. Халима мен Харис мұны іштей түйсінді. Нұр жүзді бүлдіршінге ерекше ілтипатпен қарады. Қараған жанның сұғынан сақтап, аялап бақты. Жаңбыр дұғасы, оның нәтижесі. Сағыттар бүкіл ауыл болып құрғақшылықтан ауыр жапа шекті. Халық жиі-жиі тасаттыққа шығып, әрқайсысы өзі иланатын пұттарына жалбарынып жаңбыр сұрайды. Аптаптың беті қайтар түрі көрінбейді. Қайта күн өткен сайын шыжғырып, мал мен жанның қауқары азайған. Қанша рет пұттарына жалынып, дұға жасап, құрбан шалса да нәтижесіз. Осылай дәрменсіздіктен қалжыраған халық әдеттегідей бір жұма күні ең биік төбенің басына шығып, көкке қол жайып жаңбыр тілеген. Бір тамшыға зар көңілдер мұңды. Көпшілік арасында болашақ пайғамбардың сүт анасы Халима да бар. Тіл сұқтан қызғыштай қоритын берекелі бүлдіршінді үйінде емшектес бауыры Абдулламен бірге қалдырып кеткен. Дұғалар аяқталуға таяған. Үмітсіз, шаршаңқы жүдеу жандар қайтуға әзірленген тұста Халима мен көрші тұратын бір әйел дұғасын енді жасап бола берген дін басының қасына таяу барып: «Мырзеке, қанша уақыттан бері талмай дұға жасаумен әлекпіз. Біз шаршамаспыз-ау, бірақ нәтижесі осы уақытқа дейін болар еді ғой. Арамызда ең болмаса біреуіміз хайырлы болғанда жаңбыр әлдеқашан жауар ма еді, кім білсін», деді. Алғашқыда әйелдің сөзін ұнатыңқырамай тіксініп қалған дінбасы: «Айтқаның жөн-ақ делік. Бірақ біздің міндетіміз сұрау, тілеу ғана. Ненің қайырлы болғанын Тәңірден артық ешкім білмейді», деді. Бұл жолы әйел айтпақ болған ойын бүкпесіз жайып салды. Дұрыс, алайда менің айтпағым мүлде басқа нәрсе. Көршім Халиманың үйінде меккелік бір нәресте бар. Сол бала келгелі қоңсымыздың үйі берекенің бесігіне айналды.
Аңдағанымыз сәбидің аяғы құтты сияқты, періште ғой қанша дегенмен. Соны осында алдырсақ қайтеді, бәлкім тілегіміз қабыл болар. Дінбасы күмәндана қарады. Әйел қайта-қайта бастырмалатып өтініп қоймаған соң келісуге мәжбүр. Кейуана сүрініп қабынып жүріп көптің ішінен Халиманы әзер таптау. Болған жайды асығып аптығып баяндап береді. Халима келісе кетеді. Өйткені нұр жүзді балдырғанның берекенің бастауы екендігіне бірнеше мәрте куә болған. Жүгірген бойы үйлеріне барды. Әзіреті Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам құндақтаған күйі далаға алып шығып төбеге қарай аяңдады. Күннің қызуынан қорғау үшін анасы баланың бетін шүберекпен көлегейлеген. Ми қайнатар ыстық тәні нәзік бала түгіл ересек адамды қуырып барады. Үйден бірнеше қадам шыққанда екі әйел тағы да таңғажайыптың куәсі болды. Тура үстерінде бір шөкім ғана бұлт оларды құдды қолшатыр сынды қорғап келеді екен. Алдымен екеуі де мән бермегенсіді, бірақ таңданыстарын жасырып қала алмады. Сәбидің бетін көлегейлеген шүберектің де қажеті болмай қалды. Қуаныштарында шек жоқ. Шарана да мұны сезгендей тәтті жымиып қойды. Сөйтіп көпшілікке қалай жеткендерінде аңдамай қалды. Баста наразы болған дінбасы да оларды күлімсірей қарсы алды. Себебі үйден шыққаннан бері қарай ерекше ақ шаңқан бұлттың бұларға күн түсірмей келгенін бақылап тұрған. Дінбасы Мұхаммедті оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын қолына алып, халыққа қарап жар салды. Уа жиналған қауым, менің қолымдағы бала келген үйіне береке әкелген меккелік сәби. Осы пәк нәрестенің құрметіне жаңбыр жауғыза көр деп рақымы мол Раббымызға тағы да жалбарынайық. Халық қол жайып күбірлесіп дұғаларын айта бастады. Топ басшысы да қолындағы сәбидің отты жанарынан көзін айыра алмай көп қарады. Жан тәнімен осы сүйкімді сәби үшін бізге де рақмет деп тұрғандай. Көпшіліктің бірнеше айдан бергі тілегі енді қабыл болғандай. Сәбиді көлеңкелеген бұлт бірте-бірте ұлғайды да, әлден уақытта жаңбыр сіркірей бастады. Адамдар әуелде сенер-сенбесін білмей дағдарып қалған. Тамшылар жиілей бастағанда жаңбыр, рахмет жауды, нұр жауды деген қуанышты дауыстар айдай әлемге жар салды. Әбден сусаған қара жер жауын суын тойымсыздана сіңіріп, құмарлана қанып жатты. Жауынның қызығына берілген халық рахмет нұрының нақ бүгін жауы себебіне үңілгенде жоқ. Бұл әзірше сыр күйінде қалуға тиіс еді. Өйткені рахметке себеп болған қасиетті тұлға әлі бірнеше айлық қана сәби. Әрине, былайғы адамдардың көзінде ол нәресте, ал Алланың назарында ол ең сүйікті құл, пайғамбарлар пайғамбары, екі дүниенің нұры Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам еді. Сақ дәулеті суға қарық болды, жер көгеріп, ағаштар бүршік жарды, мал тойып сүт молайды. Жаңбырдың себебін білгендер саусақпен санарлық қана, олар бұл сәби жақсылықтың жаршысы, берекенің белгісі деп қайталаумен болды. Даланың таза ауасы баланың сау саламат өсіп жетілуіне ыңғайлы еді. Сүйікті пайғамбарымыз қай жағынан болсын жылдам жетіліп, өз құрдастарынан оқ бойы озық тұрды. 8 айлығында тілі шыққан ол 1 айдан кейін-ақ таза сөйлеп кетеді. 10 айлығында өзінен бірнеше жас үлкен балалармен бірдей бойы ойы да жетілген еді. Оқ атып ойнап, күш сынасатындай еді. 2 жасқа толғанда емшектен шықты. Соған дейін Халиманың отбасы былай тұрсын бүкіл ру мол несібеге ырзыққа кенелді. Небәрі 2 жасар бола тұра Әзіреті Мұхаммед оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, басқа балалардан байсалдылығымен, салмақтылығымен, ойлылығымен ерекшеленетін. Сымбат пен сұлулықта одан озар жан жоқ. Сөйтіп жүргенде сәбиді анасына қайтаратын мезгілде келіп жетті. Мұхаммедті оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, өз балаларынан артық көретін Халима мұңайып, тасалау жерде көзінің жасын сығып алды. Шарасыз еді. Нұр Мұхаммедтің оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, жұпар иісінен мақұрым қалу ол үшін дүниенің ең ауыр азабына тең. Бірақ амал не? Сүт баласын құшақтаған күйі Меккеге келді. Сондағы Әзірет Аминаның мәз-мейрам болғанын көрсеңіз. Бірінің 62 тамырын идіріп емізген ананың көңілі пәс, шерлі болса, екіншісінің 9 ай толғатып туған ананың қуанышы шексіз, қоштасар сәтте келді.
Дәл осы мезетте Халиманың ойына маңызды бір нәрсе түскенде еркелеп, біраздан соң жалынышты үнмен: «Ұлымды тағы біраз уақыт маған бере алмайсыз ба? Меккені жайлаған оба індеті жұғып кете ме деп қатты уайымдап тұрмын», деді. Шын көңілден шыққан өтінішке қанша қиын болса да, әзиз ана Әмина қарсы келмеді. Сөйтіп, Мұхаммед, Аллахтың оған игілігімен сәлемі болсын, тағы да сүт емген мекеніне, сағыттардың ортасына қайтып оралды. Бұл кезде Мұхаммед 2 жаста болса да, үй тірлігіне көмектесуден жалықпайды. Емшектес бауыры Абдулламен бірге қозы бағуға шығатын, қошақандармен асыр салып ойнағанды ұнататын. Малыкеш мал да оның жанынан үйіріліп шықпайды. Дүниенің болашақ сұлтаны мал жайлап жүріп, көк жүзінен көзін айырмайтын. Өзіне беймәлім сырды ашуға асыққандай, аспаннан ерекше хабар күтетіндей кейіпте. Көптің көзінен таса қалмаған тағы бір нәрсе Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам төбесінде бір шоқым бұлт, бейне бір оның қорғаушысындай қалмайтын. Баланың әдемілігі, сүйкімді қылықтары, тәрбиелілігі ауыздан ауызға жыр боп тарай бастаған. Құрбы құрдастарда оған ұқсауға, одан үйренуге талпынды. Пайғамбарымыз сағыттардың арасында өмірдің ең тыныш, ең тәтті күндерін өткізіп жатты. Көктемнің жайма-шуақ күндерінің бірінде Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бауыры Абдулламен бірге өрісте қозы бағып жүреді. Қошақандарын шүйгін жерге оттатып қойып, екеуі әңгіме қызығына беріліп кетеді. Бұл олардың күнделікті әдет еді. Біраздан соң Абдулла отырған жерінде қалғып кетеді. Бала Мұхаммед болса, айналасына барлай қарап, жаратушының құдіретіне тамсанып ойға шомады. Әлден уақытта қозылардың алыстап кеткенін байқап, қайтармақ боп жүгіре жөнеледі. Екпінде жүгіріп келе жатқан оның алдынан кенет ақ киімді 2 адам шыға келеді. Олар күлімсірей түсіп, нұр жүзді балаға жақындайды. Біреуі Мұхаммедті оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын қапсыра құшақтап, көк шалғынға абайлап жатқызады. Бір қызығы, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам еш қорықпайды. Неге екенін кім білсін, осынау жылы жүзді адамдардан жамандық келмейтінін іштей сезінеді. Дәл осы тұста сонадай жерде ағаш көлеңкесінде ұйықтап жатқан Абдулла оянып кетеді де, алыстағы бұларды көріп қалады. Шошып кеткен ол жанұшыра үйіне қарай жүгіре жөнеледі. Келе салысымен әке шешесіне көрген білгенін асыға баяндайды. Халима күйеуімен екеуі өре түрегеліп Абдулла айтқан жерге келеді, бірақ ештеңе көре алмайды. Өйткені Алла тарапынан жіберілгендер өз міндеттерін бұлжытпай орындап, қас-қағым сәтте көзден ғайып болғанда. Халима мен Харис ентіктерін басалмаған күйі әлі де болған уақиғаның әсерінен айыға алмай тұрған сүт балалары Мұхаммедтен саллаллаху алейхи вассалам: «Не болды жаным? Өңің қашып тұр ғой, неден қорықтың?» деп сұрайды. Болашақ пайғамбарлар сардары қасыма 2 ақ киімді адам келді. Біреуінің қолында қар толы алтын тостағаны бар. Мені ұстап жерге жатқызды да, көкірек тұсымды жарып, жүрегімді суырып алды. Жүректі де көзімше жарып, ішіндегі қанын ағызып тастады. Кеудемді, жүрегімді әлгі қармен ысқылап, тазалап, қайтадан орнына салып, өздері жоқ боп кетті деп жауап берді. Я, арадан көп жыл өтіп, пайғамбарлық тізгінін қолына алғанда сахабалары: «Уа Расулалла, өзіңіз жайында кеңірек әңгімелеп берсеңіз» деп өтінгенде, пайғамбарлар патшасы Әзіреті Мұхаммед оларға: «Мен бабам Ибрахимнің дұғасымын, бауырым Иса пайғамбардан жеткен сүйіншімін, анамның түсімін. Ол маған аяқ ауыр кезінде Шам сарайларын сәулелендірген нұрдың өзінің айналасынан тарағанын көрген екен» деп бастап жоғарыдағы бастан өткен оқиғаны баяндап берген. Мен Сағыт ибн Бәкір руынан бір отбасында сүт еміп, ер жеткенмін. Бір күні сүт бауырымен бірге қозы бағып жүргенбіз. Қасыма 2 ақ киімді адам келіп, мені жерге жатқызып қойып, кеудемді тілді де жүрегімді алып жарып жіберді. Ішіндегі қан аққан соң, өздерімен ала келген қар мен қанды тазалап кете барды. Осыдан кейін пайғамбарымыздың жүрегі илахи нұрға толып, өзге еш пендеде жоқ ерекшеліктерге Алла тарапынан ие болған. Мұнан былай нұрға толы жүректе пендеге тән пасық пиғыл, соқыр сенім атаулы болуы мүмкін емес еді. Жүрек денедегі бар физикалық процесті реттейтін, басқаратын кесек ет күйіндегі ағзаған емес, оның негізгі қызметі руханиятты реттеуші, иман, иба мен ізгіліктің орны жүректі, шапағат пен мейірім де жүрекке ұялайды.
ақ жүректі, жылы жүректі, жүрекке жол табатын деп келетін тіркестердің халық тілінде кең қолданылуы да бекер емес. Ал жүрегі қарайған қатыгездерді рухани жүдеуліктің салдары емес деп кім айта алады?